Алакөл курорттық аймағының тыныс-тіршілігімен танысты. Арнайы шара өңірде ішкі және сыртқы туризмді дамытуды мақсат тұтқан. Сөйтіп, Алакөл жағалауына Қазақстанның халық қаһарманы Талғат Мұсабаев, Кеңес одағының батыры Анатолий Арцебарский, Ресей ғарышкерлері Юрий Малинченко мен Юрий Батурин барып қайтты. Алакөл демалыс мекені ретінде ғана емес, шипалы қасиетімен де танымал. Тарихи деректерге сүйенсек, жоңғарлармен өткен шайқастан кейін қазақ батырлары емделу үшін осы аймаққа барған. Ал Кеңес одағы кезінде сапардан оралған ғарышкерлер денсаулығын нығайту мақсатында арнайы Алакөлге жіберілген. Енді осы дәстүрді жандандыру көзделіп отыр. Біз Юрий Иванович екеуміз Алакөлді ғарыштан бірнеше мәрте көрген едік. Қазақстанда жүргізілген ғылыми жобаға байланысты өлшемдерді анықтадық. Алдағы уақытта ғарышкерлердің сапардан кейін осы аймақта ем қабылдап, денсаулығын шыңдау шараларын қайта жандандыру керек деп ойлаймын. Әріптестерім Алакөлдің туристік өңір ретіндегі даму барысымен танысты. Енді осы мәселені шешуге тырысу керек.